Өмір сынақ. Әр күннің өз сабағы бар. Мен бала күнімде арман қуып, өмірдің ауыр жолдарын ерте бастан өткердім. Әкем соғысқа аттанған күн есімде. Оның жусан иісі сіңген күртешесін құшырлана иіскеп, түнде құшақтап жатып, сағынышымды басатынмын. Әкемді күте-күте көзім талды, бірақ ол қайтып келмеді. Сол жылдары әжем мен үшін бар әлем болды. Ол мені мейірімімен жылытып, өз қолындағы аз ғана нанын бөліп беріп жүретін. Бірақ әжем де мені тастап өмірден өтті. Мен туыстардың үйін паналап, бір үзім нанға зар болып, қиындықтың кермек дәмін татып өстім. Жас болсам да, жанымның ауырғаны есімде. Сол күндер түсінгенім, отбасыдан асқан байлық жоқ екен. Жақыныңның жылуы мен қолдауы ең үлкен күш береді екен. Сіздерге айтарым, өмірде кездескен кез келген қиындыққа мойымаңыздар. Достықты бағалаңыздар. Жүректеріңізден мейірімділікті жоғалтпаңыздар. Жақындарыңызды қадірлеңіздер. Олардың әр сөзі мен әр қимылы сіз үшін аманат екенін ұмытпаңыздар. Армандарыңызға жету үшін тек еңбек ету қажет екенін ұғыныңыздар. Кітап оқыңыздар, білімге құмар болыңыздар. Достарым, білім өмірдің кез келген қиындықтарын жеңудің кілті. Мен өз басымнан өткерген оқиғаларды айтып отырып, сіздерге бір нәрсені үйреткім келеді. Ешқашан үмітті үзбеңіздер. Өмір сынақтарын қалай қабылдайтыныңыз сіздің кім екеніңізді көрсетеді. Мен сендерге сенемін. Әрқайсыларының жүректеріңде үлкен күш бар. Сол күшті дұрыс жолда жұмсасаңдар, армандарыңа жетесіңдер. Жақындарыңды құрметтеп, достарыңды қадірлеп, өз болашақтарыңды бүгіннен бастаңыздар. Сіздер, достарым, менің көзімдегі болашақтың жарығысыздар. Жарық болыңыздар. Жарық болыңыздар, достарым.